Мен бүгін өткенде дауысқа салған екі фотоның Instagram, в общем, әлеуметтік желілер барын соны жасаймын. Бірінші қырқу. Eraser деген программамен қырқам. Осылай оқылу керек. Неге 91 таңдадым? Өйткені бір дос қызымнан сұрағанда бірден осыны жіберді. Неге жұлдызша аутоны басып, жаңағы ақ түске апарсаңыздар бірден өшіреді. Бұл қырқудың бірінші жолы. Қазір PicsArtпен көрсетемін. Жақсылап мұқият қарап алыңыздар. Үнемі қырқу жолы менен сұрайды. Инструмент. Қазір мен ақ фон таңдап алдым. Неге десеңіздер, Eraserмен тез болсын деп. Қазір сіздердің фотоларыңыз арналған. Міне, осы екі функция орындалады бізде. Вырезать и свободное. Қазір бірінші біз вырезать орындаймыз. Неге бұнымен әйтеуір не қылып шығасыздар да, қалай дейді, бояп шығасыздар. Яғни сіз бояйтын жерлер объект болып саналады. Неге мен қазір әйтеуір бұның бір неғылы бар, ерекшелігі бар. Әйтеуір бояп шықсаң, неге қазір олалам, неге осылай өзі автоматически істеп береді. Көзді басасыздар, қайтып қалып кеткен жерлер болса, көзді басып бояуға ауыстырып, неге қалған жерлерін дәл осылай бояйсыздар. Мен бұны сақтамаймын, өйткені жаңағы Eraser'ді сақтап алғам. Қазір екінші түрін көрсетейін сіздерге. Неге жаңағы осы жерден де боясаңыздар болады. Мен қазір неге удалить. Окей, қайтып свободное. Енді екінші түкте свободное. Осы жолмен фото қырқылады. Сіздерге көбінесе сұрайтындарыңыз осы жол. Неге осы PicsArt'та осы екі жолмен фото қырқылып алынады. Жақсылап мұқият қараңыз. Свободныйның бір ерекшелігі тек қана өзіңіз бояған жерді ғана қырқып аласыздар. Неге ерінбей үстіп бөліп аласыздар. Неге мен бөліп жатырмын? Өйткені бұл суретке сіздің суретіңіз вырезать етіліп жеке PNG форматта болу керек. Неге қырқып алды. Қазір мен бұдан ақ фонды жасаймын. Ақ фонды тағы бір сабақ түртіп ала салыңыздар. Инструментке кіріп білесіздер, ақ фонды жасаудың жолы. Неге төбе көтереміз. Болды. Добавить фото. Жаңа қырқылып алған. Неге біріншісін өстіп қоясыздар. Қырқып алыңыздар міндетті түрде. Қырқып алып, неге FX-ке кіріп blur. Барынша blur жоғары бола берсін. Оның ешқандай зияны жоқ. Бірінші фото осылай blur болу керек. Неге екінші фото. Окей. Неге аламыз, кішірейтеміз. Мен білмеймін, мынау екеуі де қызыл болғасын шамалы көрінбей тұр. Ана фотоны шамалы өзгерте салу керек бет. Енді ойыма түсіп тұр. Неге енді мынандай 10 ғана не сияды дәл осы жерге. Неге тура бұл жерде енді бір не тура 3D монета жапырақтар сияқты шашыратып қоясыздар да. Бұл жерде қоюлағыш, прозрачность. Осыған тілім келмей кететін болды. Осыны барынша азайта бересіздер. Әр нені кішкене азайтып қоясыздар. Twitter қоясыз, кішкене азайтып қоясыз. Facebook'ты былайынан қоясыз, оны қазір барынша қоюлығын азайтуды ұмытпасаңыздар болды. Ұзақ анау розы Instagram қазір бізде ұзақта тұрған сияқты. Оның прозрачность азайтқан, сол себептен сондай не беріп тұрмын. Неге көрдіңіздер, дәл осы жолмен істелінеді бұны. Неге бас сіздерге түсіндіріп. Мен бұл фотоны алдын бұрын істегем. Өзім фотом көрдіңіздер. Бірақ та интернетке салынбаған. Неге енді сіздерге екінші жолы қазір анау бізде денені бөлу деген сабақта осыны мен толық түсіндірем. Қазір мына жерде сіздерге асығыс қысқаша түсіндіріп өтейін. Неге копировать вставить. Бұл жерде главный не копировать вставить ұмытпасаңыздар болды. Неге ішіне шамалы кіргіземіз. Копировать вставить, жоғарыдағы копировать, сосын вставить басасыздар. Бұл кезде тура сол не түседі. Окей, былай қарап шығарып қоямыз. Мына жағынан аппақ қылып, мынандай ақ фонды копировать вставить қылып аласыздар да, онда тура ананың көлемімен бірдей қылып қоясыздар. Мына қазір Facebook'та істеп көрсете салайын. Бас сіздер түсініп алсаңыздар болды. Бас мен бұны әсемдеп, әдемілеп істеуім мақсат емес. Неге сіздер өздеріңіз асықпай істей бересіздер. Тура солай копировать вставить. Осы жолды ұмытпаңыздар. Бірінші копировать, сосын вставить орындалады. Неге біздің дайын болған сияқты эффект бірінші осы тура келеді. Басқасын білмеймін. Сіздердің фотоңыз қандай? Ақ фонға бірінші осы тура келеді. Неге дәл осы жолмен істелініп, көріскенше барлықтарыңызға сау. Қалай қарайсың?